Армысыздар, құрметті көрермендер. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Кезекті әріп О. Қазақ латын әліпбиінде бұл 18-ші таңба. Әлемдегі ең көне әріптердің бірі және еш өзгеріссіз осы күнге жеткен таңба. О әріпінің тарихына тоқталсақ, осыдан 3000 жыл бұрын ол Финикия әліпбиінің құрамында болған. Бір ерекшелігі, оны қазіргі таңдағы әлемдегі әліпбилердің басым бөлігінен кездестіруге болады. Кирилл жазуында да О әрпі осылай таңбаланады және дыбысталады. Қызықты дерек. Славян тілдерінде О әрпі ең жиі қолданылады екен. Сондықтан да 2012 жылы Ресейдің Вологда қаласындағы алаңға О әрпіне арналған ескерткіш тұрғызылған. О таңбасы бізге химия пәнінен де таныс. Егер естеріңізде болса, О оттегіні белгілейді. О жуан дауысты дыбысқа жатады. О әрпінен басталатын және сөз ортасында кездесетін сөздер қазақ тілінде өте көп. Бірақ О қазақ тілінде сөздің соңында кездеспейді. О әрпінен басталатын есімдерге келсек, Омар, Оспан, Ораз, Оралхан. Соңғысы қазақ әдебиетінде ерекше орны бар тұлға. Оралхан Бөкей, жазушы, драматург, журналист, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының жастар сыйлығының лауреаты, Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың иегері. Ол 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Оралхан дүниеге келгенде сұрапыл соғыс жылдары болғандықтан әкесі Оралға еңбек майданына аттанады. Анасы Күлия әкесі майданнан аман есен оралсын деп ырымдап, сәбидің атын Оралхан деп қойған екен. Ол орта мектепті бітірген соң әртіс болу мақсатында Алматыға консерваторияның актерлық бөліміне оқуға қабылданады. Бірақ арада көп уақыт өтпей жатып, анасы бұл оқуға қарсы болып, үйге қайт, трактор айда деп қайтадан алдырып алады. Бұдан кейін 2 жылдан соң жазушы қазіргі Қазақ ұлттық университетінің журналистика бөліміне сырттай оқуға түседі. Ол аудандық газетте корректор, аудармашы, редактордың орынбасары қызметтерін атқара жүріп, республикалық басылымдарға әңгіме очерктерін жариялап отырған. Оралхан Бөкей 1968 жылы республикалық Лениншіл жас газетінің шақыру бойынша Алматыға келеді. Оның журналист болып, жазушы болып қалыптасуына Шерхан Мұртазаның ағалық қамқорлығын ерекше әсер етеді. Ешкімге белгісіз Шыңғыстайдағы тракторшы баланың бойынан жалындаған талант отын байқаған Шерхан Мұртаза оны Алматыға жетелеп әкеп, қаламгерлер қауымының қалың ортасына салып жібереді. Оралхан өмірінің соңына дейін журналистика мен жазушылықты қатар алып жүрді. Оралхан Бөкейдің кеңес замандағы қаламгерлерден ерекшелігі адамның табиғатына, психологиясына терең үңіледі. Сонымен қатар жазушы туып өскен жерін тамаша суреттей білген, оқырманға өлкесін әдебиет арқылы танытқан суреткер. Ару Алтайды күллі қазақ емес-ау, әлем Оралханның көзімен танып, Оралханның суреттеу арқылы ғашық болады. Оралханды қаламгерлер Алтайдың кер бұғысына балайды. Оралхан әңгіме повестердің шебері, қысқа жазу, шағын әңгімеге көркем ойды сыйдыра білудің маманы. Оның әңгіме очерктері өмірдің өзінен алынған. Мысалы, Қасқыр ұлыған түнде деген әңгімесі өз басынан өткен. Ол журналист ретінде сапарға барғанда автобуста танысқан қыздың тағдырын бейнелейді. Көрші ауылдың қызы автобустан түсіп, қақаған қыста ауылына жаяу жетем дегенде жолда қасқырға жем болады. Оралхан осы оқиғаны әңгіме өзегіне алады. Жазушының Құлыным менің, Текетірес, Қарғызы, Зымырайды пойыздар, Жау тылындағы бала, Мен сізден қорқамын пьесалары қазақ және орыс тілдерінде республикалық, облыстық, сонымен қатар бұрынғы одақтас республикалар театрларында сахналанды. 1982 жылы Оралхан Бөкейдің шығармаларынан Кісі киік, Сайтан көпір көркем фильмдер түсірілді. Ал Кербұғы шығармасына арнап балетмейстер Болат Аюханов балет қойған. Оралхан Бөкей 1993 жылдың 17 мамырында Үндістанның Дели қаласында іссапарда жүрген уақытында қайтыс болды. Қымбатты көрермендер, О әрпіне арнаған бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.